Басқа ғаламшардан алынғандай көрінетін таңғажайып орындар көп. Бірақ олардың ішінде жердегі ең жұмбақ әрі қауіпті аумақ Йемен сияқты таңғалдыратыны аз. Бұл ерлері қылыш тағып, әйелдері металл бүркеніш киетін, және бір еркектің кейде бір-бірін танымайтын 4 әйелі бола алатын ұлт. Жер шежіресі арнасының осы жаңа видеосында біз Йеменді ЮНЕСКО-ның пікірінше ғаламшардағы ең оғаш аралға ие елді ашамыз. Бұл аралды бөгде ғаламшар аралы деп атайды. Себебі мұнда кек осы жерде ғана кездесетін сыртқы келбеті жат планеталыққа ұқсайтын 700-ден астам түр бар. Оның ландшафты айға ұқсайды, ал халқы ғасырлар бойы әлемнің қалған бөлігінен оқшау өмір сүрген. Бұл теңдессіз табиғи сұлулыққа ие. Шөлдегі Манхэттен деп аталатын қаладағы балшықтан салынған зәулім ғимараттар. Алып жартастардың үстінде қалқып тұрғандай көрінетін сарайлар. Акробаттарша ағашқа өрмелейтін ешкілер. Немесе иесін ұнататынын, не ұнатпайтынын білдіру үшін сөйлейтін түйелер сияқты ертегілерден алынғандай қызықтарға толы ұлт. Бізбен бірге әлемдегі ең қолжетімсіз жерлердің біріне саяхаттауға дайындалыңыз. Бұл ғаламшардағы ең қатыгез деп саналғанына қарамастан, ер адамдар үнемі өздерімен бірге алып жүретін қылыштармен емес, поэзия оқу арқылы сайысқа түсетін дәстүрі бар. Қарама-қайшылыққа толы мекен. Мұқият болыңыз. Және осы видеоны жіберіп алмаңыз. Жақында сіз бізбен бірге ғаламшардағы ең экстремалды және қауіпті елге саяхат жасайсыз. Бастаймыз. Арабия түбегінің қақ ортасында, ғаламшардың ең бай елдерінің арасында жасырынып, Йемен орналасқан. Бұл 1000 жылдық құпияларды, басқа ғаламшардан ауып келгендей пейзаждарды және адамзаттың өзіндей көне тарихты жасырған қаншалықты әдемі болса, соншалықты таң қалдыратын ұлт. Бірақ сонымен бірге бұл ел әлемдегі ең қатыгез және күрделі бұрыштардың бірі. Географиялық тұрғыдан Йемен солтүстігінде Сауд Арабиясымен, шығысында Оманмен шектеседі, және Араб теңізімен Қызыл теңіз суларымен шайылады. Оның Аден шығанағының кіреберісіндегі стратегиялық орны ғасырлар бойы сауда мен көші-қон үшін негізгі нүкте болды. Біздің түріміздің бастауларымен бұл байланыс дәстүрге деген құрметтен және мыңжылдықтар бойы өз мәнін сақтап қалған сәулет өнерінен көрінеді. Мұны оның астанасы Сана қаласынан байқауға болады. Бұл ғаламшардағы ең көне қоныстанған қалалардың бірі. Бұл қала 2500 жылдан астам уақыт бойы өркениеттердің мекені болған, және оның дүниежүзілік мұра деп танылған ескі қаласы осы өткеннің тірі куәсі болып табылады. Оның көшелерімен жүру, жасыл әйнекті терезелермен безендірілген биік саз балшықтан жасалған ғимараттар, күзет мұнаралары, ғасырлық мешіттер және ғасырлар бұрынғыдай жұмыс істеп тұрған базарлары бар шығыс ертегісіне енгенмен бірдей. Шығысқа қарай бірнеше 100 километр жерде Хадрамаут аймағында Шибам қаласы орналасқан. Ол шөлдегі Манхэттен ретінде танымал. Бұл бекіністі қала биіктігі 11 қабатқа дейін жететін балшық мұнаралардан тұрады. Ғасырлар бұрын тұрғындарды бәдәуилердің шабуылдарынан қорғау үшін салынған бұл тік құрылыстар бүгінгі біз заманауи қалалық дизайн деп санайтын нәрсенің алғашқы үлгісі болды.
Оның қабырға ішінде дәлме-дәл тізілген топырақ, зәулім ғимараттары дауылдарға, шапқыншылықтарынға және уақыт сынына төтеп берді. Шибам сөзсіз бүкіл араб әлеміндегі ең таңғажайып сәулет өнерінің інжу маржандарының бірі. Бұл елде әйел сұлулығы ежелгі заманнан бері таңданыс тудырған. Бұл тек эстетикалық мәселе емес. Бұл ғасырлар бойғы мәдени алмасу арқылы уақыт саяхатын жасаған мұра. Йемен араб. Африка мүйізіндегі африкалық. Ираннан келген парсы өркениеттерінің, тіпті үнді субконтинентінің, әсіресе теңіз саудасы арқылы ықпалының тоғысқан жері болды. Нәтижесінде аймақта бірегей генетикалық мозаика пайда болды. Йемендік әйелдердің сондықтан әдетте айқын бет әлпеті, қою және мәнерлі көздері, қалың қастары, солтүстік аймақтарда ашық терісі және оңтүстік пен жағалаудағы аймақтарда қоңырқай терісі болады. Бұл жергілікті тұрғындарды да, саяхатшыларды да таң қалдыратын алуан түрлілікті қамтамасыз етеді. Олардың жүріс-тұрысы, қимылдары және ұсақ түйекке көңіл бөлу тәсілі тек сыртқы емес, сонымен бірге мәдени сұлулықтың бөлігі болып табылады. Бір еркек бір уақытта 4 әйелге дейін үйлене алатын елде, осы әйелдердің әрқайсысы өз үйінің ішінде өзін саба патшайымы ретінде көретін шығар. Өйткені бірнеше әйел алу үшін оларға тең қарау керек. Және ең бастысы, олардың әл-ауқаты мен жайлылығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті және тұрақты экономикалық күшке ие болу керек. Сондықтан қалалық жерлерде немесе ауқатты отбасылар арасында күйеуінің әрқайсысын әйеліне арнап, 3 немесе 4 қабатты тік үйлер салуы жиі кездеседі. Әр қабатта өз асханасы, жуынатын бөлмелері және жеке бөлмелері бар. Күйеуі келісілген кесте бойынша немесе кезекпен әр күн сайын көтеріліп түседі. Бұл тұрақты серілік ету рәсімін еске түсіреді. Ислам некенің бұл түріне рұқсат бергенімен, шын мәнінде йемендік еркектердің көпшілігінің тек бір ғана әйелі бар. Себебі экономикалық. Бірнеше әйелді үймен, киіммен, тамақпен және құқықтармен қамтамасыз ету. Бұл тіпті мүмкіндігі барлар ішінде үлкен сынақ. Бір күйеуі болғанына қарамастан, көптеген әйелдер өз үйлерін нағыз сарайлардай безендіретіні қызық. Кейбір жағдайларда әр қабаттың өзіндік стилі болады. Және әйелдер өз кеңістігін кім жақсы безендіреді деп достық жарысқа түседі. Осыған байланысты әрбір үй иесінің көрінісі болып табылады. Барлығы өз орнын айқын көрсеткісі келетіндей. Бұл тек бәсекелестік мәселесі емес. Осы әйелдердің көпшілігі үшін олардың үйі, олардың патшалығы, ал күйеуі кезекпен келетін қонақ. Әйелдерге қарапайым киіну ұсынылады. Әрқашан қолдары мен аяқтарын жауып басын жабу үшін жеңіл орамал немесе жамылғы тағу керек. Әсіресе ауылдық немесе консервативті аймақтарда. Күнделікті өмірде дәстүрлерге құрмет көрсету, саясат немесе дін туралы пікірталастардан аулақ болу және сезімтал жерлерде электронды құрылғыларды пайдалану мен суретке түсіруде абай болу қауіпсіз және байтатын тәжірибе алуға көмектеседі. Жер шежіресі арнасынан біз бұл видео сізге осындай қызықты, әрі қайшылықты елді тануға көмектесті деп үміттенеміз. Егер солай болса, бізге лайк басып, пікір қалдыруға тартынбаңыз.
Бұл бізге осындай қызықты контенттерді немесе жердегі ең жұмбақ және әдемі жерлердің бірін ашу үшін, қазір көре алатын осы видеоны әкелу үшін әр апта сайын жұмыс істеуге көмектесудің ең жақсы жолы.